Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен математика оқулығындағы 92-ші жаңа сабақ теңдеу тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты теңдеуді шешуді үйренетін боламыз. Бірінші есепке назар аударайық. Белгісіз сан қандай әріппен белгіленген? Бұл жерде бізге белгісіз сан, яғни x әріпімен. X әріпімен белгіленіп тұр. Енді бізде мына театрдағы суретке қарадық па балалар? Бұл жерде барлығы 7 адам болған екен, бірақ қазір бұл жерде 3 қана адам тұр. Қалған адам x, яғни белгісіз болып тұр. Енді бұл есепті қалай шешеміз? Бұл есепті шешу үшін теңдеу құрастыруымыз керек. Теңдеу дегеніміз не? Теңдеу дегеніміз белгісізі бар теңдік, яғни бізде x адам белгісіз болып тұр ғой. Дәл солай белгісізі болса, біз теңдеуді шешеміз. Яғни біз белгісіз жағын әріппен белгілейміз. Енді әріпті өрнек құрастырайық. Белгісіз жағымызды x деп аламыз. X пен 3-тің қосындысы 7-ге тең, яғни қосындының мәні 7-ге тең болып тұр. Енді біз осы теңдеуді шешуіміз керек. Оны шешу үшін белгісіз санымызды шығарып аламыз бірінші. Содан кейін 7 мен 3-тің, яғни теңдеу шешуде қосу болып тұрса, оны біз азайтумен орнын ауыстырамыз. Сонда барлығына мына жақтағы белгілі санды азайтсақ, 7 мен 3-тің айырмасы x тең болады 4-ге. Сонда біздегі 4 ол теңдеудің түбірі болып тұр. Енді біз бұл есепті тексеруіміз керек. Қалай тексереміз? Ол үшін мынау тұрған бірінші берілген x пен 3-тің қосындысының орнына x-тің орнына шыққан 4 санын қоямыз. Теңдеудің түбірін қоямыз. X-тің мәні бізде 4-ге тең болды. Сонда 4 пен 3-тің қосындысы тең, мұнда берілген 7-ні жазамыз. Сонда балалар 4 пен 3-тің қосындысы қаншаға тең болды? 7. Мұндағы санымыз да 7. Сонда біздің теңдеуіміз дұрыс болады екен. Теңдеуді шешіп болғаннан кейін тексеруді ұмытпаймыз. Екінші есеп, теңдеудің түбірін табу үшін оны таңдап алуға немесе қосу мен азайту амалдарының байланысы туралы біліміңді пайдалануға болады. Теңдеудің шешуі міндетті түрде тексеру қажет. Теңдеуді шешеміз қазір, сосын тексеруді ұмытпаймыз. Бізге теңдеу берілген 4 пен x-тің қосындысының мәні 9-ға тең дейді. Біз енді бұны табу үшін x-ті, яғни әріпті сыртқа шығарамыз. X тең 9 пен 4-ті азайтамыз. Яғни бізге екінші қосылғыш белгісіз болып тұр. Қосу болса жаңа айтта кеттім. Міндетті түрде азайтамыз. 9 пен 4-тің айырмасы 5-ге тең, яғни теңдеудің түбірі x-тің мәні 5-ге тең болды. Енді бұны тексеру үшін мынау тұрған 4 пен x-тің қосындысы тұр ғой, бірінші берілген теңдеу. Сол жерге x-тің мәні қазір бізде 5-те тең болды. Сол жерге қоямыз. Енді 4 пен 5-тің қосындысы тең 9 деп жазамыз. 4 пен 5-ті қоссақ 9 және бізге берілген қосындының мәні де 9. Сонда біздің теңдеуіміз дұрыс деген сөз. Енді келесі теңдеуде x пен 5-тің қосындысы және оның қосындысының мәні 9-ға тең дейді. X тең міндетті түрде осылай жазылады. 9 пен 5-ті не істейміз? Дұрыс, яғни қосу тұрса міндетті түрде азайтамыз. 9 пен 5-тің айырмасы x тең 4-ге тең болады. Яғни түбірдің теңдеуі 4-ге тең болды. X-тің мәнін тауып алғаннан кейін x-тің орнына сол мәнді қоямыз. Яғни 4-ті x-тің орнына қоямыз. Әріпті өрнекте әріптің орнын мүлде өзгертуге болмайды. Естен шығармаймыз. Сонда 4 қосылған 5, 4 пен 5 тең. Мына жердегі қосындының мәні 9 деп жазамыз. 4 пен 5-тің қосындысы 9-ға тең. Яғни тексеруіміз, теңдеуіміз дұрыс шықты деген сөз. Әріпті өрнекте әріптің орнын мүлде ауыстыруға болмайды. Естен шығармаймыз. Үшінші есеп, теңдеулерді шеш, яғни сандар мен әріптер қандай түспен белгіленгеніне қара және не байқадың. Егер бізге мына қосынды берілген, алдымен x-тің қосындысының мәні 9-ға тең. Осы қосындының мәнінен біз қосылғыштардың біреуін азайтсақ, мынау тұрған x белгісіз екінші қосылғыштың мәні шығады. Енді мына теңдеуде
қосындының мәні 9-ға тең болып тұр. 9-дан 6-ны азайтамыз. Сонда бізде x-тің мәні екінші қосылғыш 3-ке тең болды. Енді оны тексеру үшін 6 мен x-тің қосындысының орнына, яғни x-тің орнына біз 3-ті қоямыз. Сонда бізде 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең. 9 мен 9 тең. Сонда біздің теңдеуіміз дұрыс шықты. Келесі есептерді менің есебіме қарай отырып, өздерің шығарыңдар. Төртінші есепке назар аударайық. Бізге теңдеу берілген. 60 пен x-тің қосындысының мәні 90-ға тең дейді. Яғни қосындының мәнінен бір қосылғыштың азайтатын болса, бізге екінші қосылғыштың мәні шығатын болады. Сонда 90-нан 60-ты азайтамыз. Оның мәні 30-ға тең, яғни x белгісіз мән бізге 30-ға тең. Сонда x-тің түбірі 30 болып тұр. Енді оны тексеру үшін 60 пен x-тің қосындысының орнына 30-ды қоямыз. Сонда біздің есебіміз тең болады 90, 60 пен 30-тың қосындысы 90 және барлығы 90. Екінші теңдеуімізде дәл солай шығарылады. Өзіміз шығарып орындап комментарийға жазатын болайық. Бесінші есепте әріпті өрнектердің мәнін табуымыз керек. Яғни бұл жерде b мен 2-ның қосындысы әріпті өрнек берілген, ал біздегі b өрнектері 8 бен 5-ке тең дейді. Осы өрнектерді біз b-ның орнына, яғни b әрпінің орнына қоямыз. 8 бен 2-ның қосындысы 10-ға, ал 5 пен 2-ның қосындысы 7-ге тең. Енді 8-ден керісінше кері амал қойыпты. 8 бен 2-ның айырмасы қаншаға тең? 6-ға, ал 5 пен 2-ның айырмасы 3-ке тең. Балалар, солай шығарамыз. Алтыншы есепті шығар. 1 кәдесыйды орауға 30 сантиметр таспа қажет. Осындай 3 кәдесыйды орауға неше сантиметр таспа қажет болады? Оны есептеу үшін 1 кәдесыйды есептейміз 30 сантиметр. 30 сантиметрді 3 рет қосатын болсақ, яғни 3 кәдесый жасау үшін 3 рет қоссақ, бізге сонда 90 сантиметр таспа қажет болады екен. 3 кәдесыйды орау үшін бізге барлығы 90 сантиметр таспа қажет болады екен. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше